Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Біз депутат Абеновпен бірге онлайн кредиттерден, жалпы несиелерден автоматты түрде бас тарту туралы функциясын орнату туралы ұсыныс түзету берген болатынбыз. Менің ойымша, ол несие алу бойынша алаяқтықтан қорғау үшін өте маңызды шешім болушы еді. Енді қазір жағдай қандай? Қазір азаматтар ЕГОВқа кіріп, арнайы кнопканы басып, осы несиелерден бас тарта алады. Бірақ онымен кім осы құқығын пайдаланды деген статистиканы қарайтын болсақ, адамдардың саны өте аз, өйткені көп азаматтар бұны білмейді. Және де енді бұл ақпаратты жеткізу өте қиын. Сондықтан біздің ұсынысымыз by default, яғни автоматты түрде келіспеу презумпциясын енгізу. Яғни керісінше, тек несие алам дегендер ғана ЕГОВқа кіріп, несие алуға дайын екені туралы растау керек. Сонда мысалы Қазақстанда 20 миллион азамат болса, оның 10 миллион азаматты несие алам десе, олар кіріп сол ЕГОВқа бір жаңағы нүктесін баса салады, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ 10 миллионнан астам азаматта, 5 миллион азаматта, әсіресе зейнеткерлер, ауылда тұрған азаматтар, олардың атынан ертең ешкім несие алмаушы еді. Бұл біздің зейнеткерлерімізді, басқа да азаматтарды қорғаудың маңызды шешімі деп ойлаймын. Бұны азаматтардың құқығын бұзу деп қабылдау менің ойымша дұрыс емес. Өйткені біз мысалы персональный данные дейміз, азаматтардың ақпарат туралы жалпы осындай презумпцияны қолданамыз. Сондықтан осы түзету біз бердік. Сіздердің ұстанымдарыңыз қандай? Құрметті Асхат Қанатұлы, бұл ұсыныс бізде әлі қарастыруда. Осы жұмыс тобында екінші оқылымға дейін осы мәселе бойынша біз нақты шешімге келеміз.